Всем здравствуйте! Сегодня мы продолжаем с вами тему винительный падеж для обозначения времени. На прошлом занятии я вам объяснила первую часть, то есть два случая. Сегодня я вам объясню остальную часть. Еще два случая или три случая. Три случая, когда мы должны использовать винительный падеж. Енді қарап бақша. Өткен сабақта мен сіздерге уақытты білдіру үшін винительный падеж деген теманы бастап едім. Сіздерге бұл тема үлкен һәм екі бөліп түсіндіремін дедім. Өткен сабақта екі жағдайды түсіндірдім. Һәм бүгін болса қалған үш жағдайды түсіндіріп өтемін. Так, как долго, сколько времени? Бұл екі сұрау бір мәніне береді. Қанша уақыт давамында? Қанша уақыт давамында, яғни қандай да бір харекеттің қанша уақыт давам еткенін біле жақ болсаңыз, һәм сол сұрауға жауап берген уақытыңызда біздер целый деген сөзді істете жақ болсақ, рус тілінде сол жағдайда целыйдан кейін уақытты білдіруші сөздер винительный падежде тұру керек. Целый деген сөздің негізгі переводы бүтін дегенді білдіреді. Бірақ біздер қаралпақ тілінде уақытты білдіру үшін бүтін деген сөзді онша көп істете бермейміз. Мәселен, сен қанша уақыт давамында кітап оқыдың десе, біздер бүтін 2 сағат деп ешқашан айтпаймыз. Бүтін дегенді айтпаймыз да, біздер 2 сағат деп қоямыз. Рус тілінде де 2 сағат деп істетуге болады. Бірақ қандай да бір шекараланған уақытты айтатын болса, руслар көбінесе целый сөзін істетеді. Мәселен, целый день дейді. Целый день я смотрела телевизор. Бүтін бір күн мен телевизор көрдім. Прямой переводы. Бірақ біздер қаралпақ тілінде бүтін бір күн деп айтпаймыз. Біздер азаннан кешке дейін телевизор көрдім деп айтамыз. Соның үшін айтып отырмын, турдан тура перевод болмайды. Сіздер шекараланған бір уақытты түсінесіз. Шекараланған дейміз ба, бір белгіленген уақытты түсінсеңіз болады. Например, целую ночь деп айту мүмкін. Целую ночь ребенок плакал. Соны бүтін бір түн бала жылады. Прямой перевод. Бірақ біздер өйтіп переводламаймыз. Қаралпақ тілінде біз айтамыз. Түніменен бала жылап шықты дейміз. Соның үшін турдан тура перевод қылмайсыз, белгіленген бір уақытты айтасыз. Енді бұның бәрін не үшін айтып жатырмын? Целый деген сөз винительный падежді талап қылады. Біздер винительный падеж деген теманы елі дауам етіп жатырмыз. Қараң, месяц, год деген сөздер, мужской родтағы жансыздылықтар өзгермейді. Солайынша қалады. Целый месяц, целый год. Гадтың ішінде келтірсем, например, я учила математику целый год. Например, мен математиканы бір жыл үйрендім. Қараң, қаралпақ тілінде даже бір жыл давамында деп отырмаймыз. Давамында деп переводласаңыз болады. Біздер бір жыл үйрендім деп, бір жыл деп интонация қосамыз. Соның өзі бір үлкен бір уақытты айтатқандай қылып айтамыз. Рус тілінде де сондай. Целый деген бір үлкен қылып, бір қандай да бір белгіленген уақытты айтып түсіндіреді. Мужской родтағы һәм средний родтағы уақытты білдіруші сөздер, жансыз заттылықтар өзгерместен қалады. Ітібарыңызды женский родқа қарата жақпан. Целая неделя. Бүтін бір хапте. Целую неделю. Бүтін бір хапте давамында. Біздер қаралпақ тілінде бүтін деген сөзді істетпейміз. Бір хапте давамында. Мәселен, айтамыз, бір хапте давамында нөкісте жауын жауды. Шел дождь в Нукусе целую неделю. Целую неделю. Так, қара, неделя деген сөз женский родта болған үшін винительный падежде өзгерді. Алдындағы целая деген сөзім өзгерді. Бұл жерде да, ітібар берген болсаңыз, ешқандай фарқы жоқ. Тек женский род өзгеріп тұрды. Мужской род пен средний род, даже предлогларам жоқ. Сіздер гадтың ішінде беймәлел, ұсы жағдайда істете бересіз. Міне қарай, солайынша істеттім. Я учила математику целый год. Мен математиканы бір жыл давамында үйрендім, оқыдым деген мәністе. Енді, бұлар сөздер еді, өткен сабақта біздер сіздерменен каждый деген сөзді көріп шықтық. Бүгін целый деген сөзді көріп шықтық. Енді,
предлоглар бар. Бұл предлогларда уақыт мәнінде істетіледі, орын мәнінде де істетіледі олар, бірақ бүгін біздер сіздермен уақыт мәнінде істетілуін көріп шығамыз. Һәм бұл предлоглар винительный падежді талап етеді, уақыт мәнінде. Соны көріп шығамыз. Ол предлоглар за менен на предлоглар. Так, қарап. За сколько времени? Қанша уақытта? Яғни қанша уақыт ішінде деп айтсаңыздан болады. За год, бір жыл ішінде. За неделю, бір хаптеде, бір хапте ішінде. За лето, жазда. Қарақалпақ тілінде жазда, за лето дегенді бір жаз ішінде қылып түсінесіз. Гапты келтірдім. За неделю я выучила 100 слов. Бір хапте ішінде мен 100 сөз ядладым. Яғни ішінде дегенді білдіреді. Қара, сұрауында да за бар. За сколько времени? Қанша уақытта? Біздер көп сұраймыз. Мәселен, инглиз тілін, ямаса IELTS-ты 7 балл алу үшін қанша уақыт үйрену керек? Қанша уақытта үйреніп шыға аламыз? За сколько времени можно получить IELTS 7 баллов, например. Сол кезінде айтады. За год. Енді дәрежеңізге қарап айтады. Так, екінші жағдай емес, екінші предлог. Винительный падеж талап етеді. На сколько времени? Бұл қанша уақытқа? Қазір енді мені бастан бастап күзетіп отырған тыңлаушыларым, оқушыларым болса, сұрайды. На деген предлогты біздер орыннан да істеттік осы уақытқа шекем деп. Дұрыс. Рус тілінде сондай предлоглар бар, олар бір уақыттың өзінде һәм орын, һәм уақыт мәнінде істетіле береді. Сіздер бұл предлоглардан кейінгі келген сөздердің мәнісіне қарап ажырата бересіз. На сколько времени? Қанша уақытқа? На год, бір жылға. На неделю, бір хаптеге. На лето, жазға. Я уеду в Ташкент на неделю. Мен Ташкентке бір хаптеге кетемен. Енді мына жерде мынаның переводы бір қызық болып түйілуі мүмкін. Жазға. Например, девочки покупают платья на лето. Қызлар көйлектер, көп көйлектер сатып алады жазға. Яғни жаз үшін деген мәністе кеп тұрыпты. Бірақ негізінде уақыт мәніде. Қашанға? Қайсы уақытқа? Немесе қанша уақытқа? Бұл темамыз жүда қызық тема. Және бір мәрте қайталаймын, именно сіздер контекстке қарап түсінесіз. Ямаса аудио тыңлап отырған болсаңыз, сондай контекстке қарап, өздеріңізді осы сөздерден беймәлел пайдалана алуыңыз керек. Оның үшін қайта-қайта гап түзе береміз. Мына жерде қараң, мужской род пен средний род өзгермей қалды, тек неделя өзгерді, себебі женский родта. Егерде темаларымыз сәл қиынырақ болып отырған болса, бір-екі мәрте қайта-қайта көруіңізді ілтимас етемен, һәм рекомендовать етемен, ұсыныс етемен. Себебі бірінші темада просто не хақында гап кетіп жатқанын түсінесіз. Екінші темада азғантай уже падежге етібар бересіз. Үшінші, төртінші мәртеде уже қандай жағдайда не үшін істетіліп жатырғанын жақсы анық түсініп аласыз. Мен сіздерге түсінікті, яғни тез жетіп баратығын ұсылменен түсіндіріп атырман. Сұрауларыңыз болса комментарийларға жазып кетесіз. Достарыңызбенен бөлісесіз, лайк басасыз. Сонымен бүгінгі темамыз тамам. До свидания.